Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін 3 қана заттан үй жағдайында брынза жасайтын боламыз. Бұл өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Алдымен сүтті қайнатып, үстіне 9% уксус пен 1 қасық тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Енді астын байы отқа қойып, сүттің ірігенін күтеміз. Міне осылайша түйіршіктер пайда болғанда, ситаға немесе марлаға сүзіп аламыз. Сары суын төкпейміз, ол керек болады. Одан соң осылайша орап үстіне ауыр зат бастырып 2-3 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған брынзаны тұз салынған сары суға 1 сағатқа салып аламыз. Міне достар, брынза дайын болды. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.